әртүрлі діни экстремизм ағымдар біздің мемлекетке жаңа конституциялық құрылымға қарсы артында күштер болуы мүмкін, саяси күштер, діни күштер деген сияқты ол біздің қоғамдың жаңағындай жік-жікке бөлуіне алып келуі мүмкін. Ешкім сырттан мысалы үшін Қазақстанның жаңа қоғамы ұйып жақсы баланста дамығанын қажет етпейді. Зайырлы қоғамда мысалы үшін демократиялық принциптер бар, заң мен тәртіп үстемдігі бар, одан кейін бір конституциялық құрылым бар, бір-біріне бағыну иерархия бар. Сосын әлеуметтік осал топтардың жаңа мемлекеттің мойнында болу, әлеуметтендіру мәселелері қарастырылады. Бірақ егер жаңа деструктивті мемлекет болса, оны біз біраз елден көрдік қой, ол жерде бір нақты біреудің құқығы қорғалу деген жоқ. Кім күшті, соның қолында болады биліктің барлығы. Меніңше бір орта ғасырлық түсініктер оның барлығы. Біз зайырлы мемлекет құру мақсатында қоғам дамытып келе жатырмыз, бірақ әлі де сондай бір сырт жақтан ол тек қана біздің елге емес, жалпы бір барлық елдерге де бір сондай деструктивті бір көзқарастар, идеологиялар кіріп кететін шаруалар болады. Біздің елдің жалпы өзінің тарихи қалыптасқан дәстүрі бар ғой. Осы жерде мысалы үшін қазақ болып тудық, мысалы үшін бұрын басқаша аталдық деген сияқты 300-ден бірігіп құралдық, өзіміздің тарихымыз бар, қалыптасқан мәдениетіміз бар. Оны біз ұлт ретінде өзіміз мойындаймыз. Ол біздің мәдениетіміз, наурыз тойлауымыз, басқасы. Бірақ деструктивті көзқарастар жалпы бір идеологияға алып келу олардікі. Олар жаңағындай дінді өтірік арқалап, жамылып алып, артында ұлттардың өзінің жеке мәдениетін, құндылықтарын көрмей, тек қана сол бір бағытқа бағыну. Ол бағындыру. Бұл жаңағындай адамның санасын уландырып, бағындырып алу. Билік жүргізу, соны ары қарай үстемдік ету, мақсаттарын орындау, сол мақсатта жасалып жатқан нәрсе. Бұл біздің мемлекетке жаңа конституция құрылымға қарсы немесе кедергі болса, әрине бәріне тыйым салу керек. Ең басты мәселе бұл жерде жаңа экстремизммен күресіп жүріп, жалпы дінмен күреспеу. Өйткені жалпы ислам діні дұрыс дін, өзіміздің ұлттық құндылықтарға және мәдениетімізге ұқсас дұрыс дін, бірақ оның ішінде жаңағындай әртүрлі діни экстремизм ағымдары бар. Олармен міндетті түрде шектеу керек, балташа болуымыз керек. Біздің қоғамда ондай жат ұғымдар дамымау керек негізі. Жат ұғымдар, жат идеология, өйткені ол болашақты улайтын нәрсе, қауіпті нәрсе қоғамға. Сондықтан бұл жерде абай болуымыз керек. Ең бастысы өзіміздің қоғамда болашақ жасөспірім балаларды аулақ ұстауымыз керек. Діни басқарма, ол ресми діни басқарма, ол біздің мемлекетімізбен мойындалған. Мемлекетіміз, ол діни басқармада біздің мемлекеттік конституция құрылымды мойындап тұр да. Негізі бағыты бар, стратегиясы бар. Сол жақтан адам ілім алып, міндетті түрде танысу керек бірден. Өйткені егер жаңа көшеде немесе тиктоктан басқа жерден діни білімді алатын болса, ол вообще жалпы дұрыс емес нәрсе. Түбі дұрыс емес нәрсе. Өйткені ол жерде жаңағындай әртүрлі жаңағындай экстремизм идеологиясы түбінде жатуы мүмкін.